Арыстанбек Мұхамедиұлы қамауда қала беретін болды. Бүгін экс-министрдің адвокаты Мұстақым Төлеев сотталушыны үйғамаққа жіберуді өтінген болатын. Алайда осы іске төрелік етіп отырған Бағлан Ыдырысов үйғамаққа рұқсат етпеді. Судья өзінің бұл шешімін Арыстанбек Мұхамедиұлы бостандықта жүрсе, істі жан-жақты қарауға кедергі келтіруі мүмкін екенін түсіндірді. Сонымен қатар сотталушы тарап Арыстанбек Мұхамедиұлының ісіне Тұңғышбай Жаманқұловты куәгер етіп шақыруды сұрады. Адвокаттың айтуынша, актер Арыстанбек Мұхамедиұлы туралы жалған ақпарат берген. Тұңғышбай Жаманқұлов Әл-Тарази деген өзі азамат бар. Сол бұлай көпе көрінеу жалған ақпарат таратып, менің қорғауымдағы Мұхамедиұлы Арыстанбектен кек алу мақсатында сондай жалған деректерді алға тартып, прокуратураға арызданып, соның негізінде заңсыз қылмыстық іс қозғалып, тергеп тексерілген. Адвокат Тұңғышбай Жаманқұлов осылайша Арыстанбек Мұхамедиұлынан кек алуды көздейді деп отыр. Ал өз кезегінде прокурор Зәкіров оны шақырудың қажеті жоқ деген болатын. Судья ақыры Тұңғышбай Жаманқұловты осы сотқа шақырудың маңызы жоқтығын айтып, өтінішті қанағаттандырмады. Сондай-ақ бүгін Арыстанбек Мұхамедиұлы өзін кінәлі емеспін деп, айыппен келіспейтінін мәлімдеді. Күдікті күнде йогамен айналысады екен. Ақталып шығатынына тым сенімді көрінді. Денсаулық, күнде занимаемся йогой, бәрі бақты, бәрі жақсы. Сізге қысым көрсеткен жоқ па, сіз ода? Жоқ, мұнда бір рахмет, бәрі заңды түрде, бәрі ойдағыдай. Еске салайын, Арыстанбек Мұхамедиұлы алтын адамның әлем музейлеріне шеруі халықаралық көрмесіне бөлінген миллиондаған ақшаны ұрлады деген күдікке ілінді. Мемлекетке келтірілген залалдың алдын ала сомасы шамамен 7 миллиард теңге деп бағаланып отыр. Бұрынғы мәдениет министрі ақтала ма жоқ па, оны енді өмір көрсетеді.